Армысыздар, құрметті көрермендер, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тұмауды қалай үй жағдайында емдеуге болады. Қыс мезгілінде жиі кездесетін ауру түрі бұл тұмау. Жер шарында тұмаумен ауырмаған адам жоқ шығар сірә. Дегенмен бірден дәрігерге жүгінбей, оны үй жағдайында да емдеп алуға болады. Тұмауға қарсы үй өсімдіктерін пайдалансақ, мәселен, алоэ жапырағының сөліне бірнеше тамшы өсімдік майын қосып мұрынға тамызған жөн. Егер алоэ табылмаса, оның орнына сәбіз шырынын пайдалануға болады. Оған бірнеше тамшы сарымсақ сөлін қосуды ұмытпаңыз. Мұрныңыз бітіп қалса, пияздың суы да жақсы көмектеседі. Ол үшін таза мақтаны пияздың суына шылап, бірнеше минут мұрын қуысына салып қойыңыз. Дәл осыны күніне 4-5 рет қайталау қажет. Тазартылған 50 грамдай өсімдік майына сарымсақ 2-3 бөлігін, орташа көлемде пияздың 4-тен 1-ін майдалап турап араластырып, қоспаны бір түнге қалдырыңыз. Ертесі соны сүзіп мұрныңға тамызуға болады. Немесе қайнаған суға тұз салып, сонымен мұрынды тамақты шайсаңыз болады. Ауырмаңыздар.